Абайдың поэмаларының сюжеті шығыстық дастан аңыздарға, ертегі баяндауларға құрылған. Абайдың Масқұт дастаны 1887 жылы жазылып, 1909 жылы Петербургте жарық көрген. Шығарма сюжетіне аңыз әңгіме арқау болып, үшінші жақтан баяндалған. Поэма оқиғасы шағын, қатысушы кейіпкерлер көп емес, солардың ішінде кең ашылатын образ Масқұт. Масқұтты автор оқиға басында қайырымды, өжет іс-әрекетімен көрсетеді. Ақ, сары, қызыл жемістен өз таңдауын алған Масқұттың ақылы, парасат, пайымы танылады. Абай кейіпкерін орта дәрежедегі адам ретінде ала отырып, байлық пен ақыл туралы көзқарастары арқылы өз ортасынан ойы озық, адамгершілік сапасы жоғары жан ретінде көрсетеді. Автордың поэма арқылы айтпақ ойы кейіпкерінің ақыл мен байлық туралы пікірінен басталып, қала басына келген зобалаңда көппен бірге ұшуға мәжбүр болған жағдайында айқындала түседі. Автордың Масқұт аузына салатын ақыл байлық туралы пікірі ақынның бірінші қара сөзіндегі ғылым бағу, мал бағу туралы ойларымен сабақтасып жатыр. Масқұт ақыл туралы: ақылды жан табылмас, маған сырлас, көріне тентек, көп надан мойын бұрмас. Әділетсіз, ақылсыз, арсыздарды көре тұра көңілде тыныштық тұрмас десе, байлық туралы: жұрт күндер жұрттан артық байлық үшін, бұлдайды біреу үшін біреу түсін. Не қылса да надандар алмақ тойлар, малан тұрған күйдіріп елдің ішін дейді. Абайдың қартайды қайрат қайтты, ұлғайдарман секілді өлеңдерінен басталған қоғам туралы ойлары қара сөздерінде және поэмаларында сабақталады. Абай 37-ші қара сөзінде: Сократты ушкізген, янна аркты от көртеген, ғайсаны дарға асқан, пайғамбарымызды түйенің жемтігіне көмген кім, ол көп, ендеше көпті ақыл жоқ, ебін тапта жөнге сал дейді. Масқұт поэмасында ақын өз заманының мұңын, жақсы менен жаманды айырмас халқының жайын меңзейді. Поэмадан автордың ұстанымы да аңғарылады. Ендігіге не сұрау бұл заманда, ақыл ой ар намыс жоқ еш адамда. Өлген мола туған жер жібермейді, әйтпесе тұрмас едім осы маңда деп, соқтықпалы соқпақсы жерде өскен жайын, көп ішіндегі бір жалғыздың күйін баян етеді. Поэма 11 буынды қара өлең үлгісімен жазылған.